Сабырбек Олжабай, бетперде, әңгіменің жалғасы. Сол күні Болатбек жұмысына кетіп бара жатты. Кенет ол көмектесіңдер деген ащы дауысты естіп, состиып тұрып қалды. Әлден соң байқады, келесі көшедегі бір үйден будақ-будақ түтін шығып жатыр екен. Қою түтін мың бұрала құбылып аспанға тік шаншыла көтеріліп жатыр. Ойлануға уақыт жоқ еді. Болатбек өрт шыққан үйге қарай жүгіре жөнелді. Адамдар едәуір жиналып қалыпты. Бірі шелек іздеп, екіншісі су іздеп сасқалақтап жүр. Өрт сөндірушілерге қоңырау соғыңдар, жедел жәрдем шақырыңдар. Мұндайда кей адамдар қолынан түк келмесе де ақылман болып кетеді емес пе? Бей-берекет бұйрық беріп, онсыз да қорқыныштан есеңгіреп қалғандардың дегбірін алып тұр. Іште адам қалып кетіпті. Адам, құтқарыңдаршы, айналайындар. Бір күйеуіне жүрелеп отыра кетті. Болатбек бұдан әрі шыдап тұра алмады. Терезені бір теуіп сындырды да бет шарпыған қып-қызыл бөлмеге сіңіп бара жатты. Қайтеді мына жігіт, өлетін болды бейшара. Өрт сөндірушілер келгенше күте тұрса болмас па еді деп тағы бір кемпір сылқ етіп құлап түсті. Алапат өрттің жалыны бет қаратпай тұр еді. Қып-қызыл жалын жолындағысының бәрін айдаһардай жұтып, күлге айналдырып барады. Оның үстіне ащы түтін тұншықтырып, көзді ашытып, түк көрсетпей тастады. Болатбек айналасынан ештеңе көре алмады. От оранған бөлмеге кіруін кіріп алып, не істеп, не қойғаны өзі де түсінбеді. Кенет оның құлағына көрші бөлмеден жылаған сәбидің үні естілді. Ол отты жарып өтіп сол бөлмеге ұмтылды. 3-4 жастағы сәби бір бұрышта бүк түсіп жатыр. Болатбек қолына іліккен көрпемен сәбиді орады да терезеге қарай жанұшыра жүгірді. Ғажайыптың өзі осындайда пайда бола кетеді емес пе? Ол қып-қызыл отты тағы да жарып өтті. Сәбиді сыртта тосып тұрған адамдардың қолына ұстата салған ол аждаһа ажалдың аузына тағы да сүңгіп кетті. Түкпірдегі бөлмеде тағы бір жанның қалып қойғанын ол әлде бір түйсікпен сезген еді. Расында ол шетте түтінге тұншыққан бойжеткен талып жатқан болатын. Құтқарушы жігіт естіген, оқығанын еске түсіруге тырысты. Мұндайда өрт құшағындағы бөлмеде қалып кеткен адамды суға шыланған көрпешемен орап алса, оған көп зиян келмейді. Бірақ дәл қазіргі айдаһар тіліндей жалаңдаған қып-қызыл шоқтың ортасында мұндай мүмкіндік қайдан болсын? Ол қолына іліккен әлденемен сылық түсіп жатқан адамды орады да, көтеріп алып, тағы да бар күшін сала сыртқа ұмтылды. Алдыңғысында емес, бұл жолы көтеріп алғаны зілдей көрінді. Кенет ол әлденеге сүрініп кетіп оңбай құлады. Сонда да орнынан серпіле көтеріліп, қызыл жалын құрсауынан тезірек құтылып шығуға жанталасты. Оның алдында тозақ өтіп күтіп тұр еді. Болатбек есін арада бірнеше күн өткенде аурухана бөлмесінде жиды. Мен қайдамын деп сұрады ол, тілі аузына сыймай қаңсып шөлдеп жатып. Болатбек өн бойының қақсап қатты ауырып жатқанын сезді. Бет-аузын дәкемен орап тастапты. Аға, Аллаға шүкіршілік етіңіз. Су ішерлігіңіз бар екен, аман қалдыңыз, деген мейірбикенің жұмсақ үні алыстан талып естілгендей болды. Ауру төсегіне таңылған жігіт тағы да есінен танып қалды. Азапты да ауыр күндер тасбақа табандап тұрып алды. Арада бір айдай уақыт өткенде оған бір бойжеткен келді. Қолында шағын пакеті бар. Бұл өзі құтқарып қалған Жанерке болатын. Аға, деді ол даусы дірілдеп, мен сізге қарыздармын. Өмірімді сақтап қалдыңыз. Қарыздар емессің, қалқам. Мұны әркім-ақ жасар еді. Азаматтық борышымыз ғой.
Осындайда бір-бірімізге қол ұшын бермесек, қашан береміз? Келгеніңе рахмет. Қыз көп бөгелмеді. Тезірек сауығып кетіңіз, аға. Тағы да келем ғой. Әуре болмай-ақ қой айналайын. Өміріңді сақта. Бойжеткен тіл қатқан жоқ. Болатбектің жастығын биіктетті де қолына ұстады. Нәзік саусақтарының ұшынан тараған жылу жігіттің 62 тамырын қуалап бара жатты. Болатбек өзінің сүйген сұлуы Ақжарқынды ойлады. Ақжарқынды содан кейін көрген жоқсыз ба? Болатбек селк етті. Меңсұлу оған қадала қарап тұр екен. Жоқ, бір рет келді де, менің от шарпып, құбыршыққа айналған түрімді көріп, қайтауып жолаған жоқ. Жуырда естідім, күйеуге шығыпты. Жанерке ше, оның не жазығы бар? Соларды құтқарамын деп қып-қызыл шоққа түскен өзім. Ешкім қинаған, итерген жоқ. Жанерке артынып-тартынып бірер мәрте келді. Кейінгі келгенінде, сен қарызыңнан құтылдың, бұдан былай келе берме дегем. Несі бар қыз екен. Мені тыңдағысы келмеді. Ақыры мені ауруханадан шығаратын күні келіп жетті. Жанерке келмей тұрып ауруханадан шығып кеттім. Ол мекен жайымды білмейтін еді. Меңсұлу ауыр күрсінді. Болатбек оның ұшы-қиыры жоқ, тұңғиық ой тереңіне батып кеткенін сезіп отыр. Әлден соң Меңсұлу әлдене айтуға оқталып барып іркіліп қалды. Не сұрайын деп едің? Іркілме, сұра, деді Болатбек. Аға, қалай ойлайсыз? Махаббат деген не осы? Өзі өмірде бар ма, жоқ па? Сұрақты қоярын қойып алып, бойжеткен қымсынып отыр. Оның тұла бойы ысып бара жатты. Қай қисынға салып қарасаңыз да, махаббат деген қол жетпес арман, көз жетпес шырқау шың болмас па? Ал іс жүзінде махаббат дегеніміз еске алуға да тұрмайтын алдамшы сезім екен. Кейде тіпті жеркенішті де көрінеді. Кейде махаббатты адамдар хайуани қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ғана пайдаланатын секілді. Махаббатқа барынша адал, жүрегімді түсінеді, жанымның бір бөлшегі деп, аспандағы айға балап жүрген Ақжарқын маған қандай опа берді. Соншалықты жойқын махаббатпен, тіпті кешегі алапат өрттен де ыстық жалынмен беріле сүйгенде, Ақжарқын мені кімге айырбастап кетті десеңші. Бетіне дейін семіріп, кесірлік пен кесапаттылықтың батпағына белшесінен батқан бақатамақ әлдекімнің етегінен ұстады. Махаббат дегеніңіз осы болса, бұл малға ғана лайық шексұрын, жан тыныштығы мен тән ләззаты ғой. Менің махаббат деп жүрген мөлдір әлемім, сенімім осымен бітті, күйреді. Болатбек осы ойларды санасынан өткергенде санаулақ секундтар өтіп еді. Ол санасын соншалықты салмақпен езіп жанышқан ауыр ойдан арыла алмады. Былыққан өмірдің бітіспес ылаңы оған қандай сыйын ұсынар екен. Маңайға аспаннан қарақошқыл көлеңке салбырап түсіп келе жатты. Меңсұлу мұңға батып ұзақ отырды. Жігітті жұбатарлық сөз таппады. Сен үйіңе қайтпайтын бедің? Я, солай екен-ау, қайтайын. Ендеше сау бол. Сіз де сау болыңыз. Ертең де келесіз бе? Келейін бе? Әрине. Қыз тоғай ішіндегі сиыр соқпақпен жүгіре жөнелді. Осы кезде жерге тырс-тырс етіп тамшы тама бастады. Өзен суына түскен бұршақтай тамшылар секектей жөнелді. Су бетінде шоршып, түрлі өрнек салған тамшылар
талдырмаш қыздың үркек көңіліне жұбаныш сыйлағанымен көркем көрініс көкірегіне таяныш бола алмады. Бойжеткен жігіттен ұзай беріп құмығып жылап жіберді. Ол Болатбек жайлы ойлады. Оның аянышты өмірі, баянсыз махаббаты, алдағы бұлыңғыр өмірі жанын жегідей жеді. Жігіттің бастан кешкен оқиғаларын ойлаған сайын, өмірдің мәнін, түнде сан құбылып ерекше сұлулығы мен сиқыры мен өзіне шақырып тұратын махаббат деген әлемнің мың қатпарлы құпия мен жұмбаққа толы болатынын, қысқа ғұмырдың күреске толы екенін түсіне бастағандай. Бүгін ертең аттестат алып, үлкен өмірге енді ғана қадам аттамақ болып тұрғанына қарамастан, бойжеткен өзін өмірдің басқа есігінен аттағандай сезінді. Өзен жағалауында олар жиі кездесіп қалып жүрді. Меңсұлудың жігітке бауыр басып қалғаны сондай, кейде үйіне қайтпай, Болатбектің әңгімесін тыңдап отыра бергісі келетін. Енді біз қоштасамыз, деді бірде Болатбек күтпеген жерден. Меңсұлу аңтарылып тұрып қалды. Екі ұдай сезімге беріліп кеткен ол әлден соң есін жиып: «Сіз қайда кетпексіз?» деп сұрады. «Бетіме пластикалы ота жасату үшін кезегімді күтіп жүредім. Міне соның хабары да келді. Жуырда шетелге ұшамын», деді Болатбек. Мұндайда не айту керек екенін Меңсұлу әкесінен талай естіген. «Ақ жол тілеймін, ем шипа болсын». «Рахмет айналайын. Сен де армандаған оқуыңа түс. Тілектеспін». Қыз қимастық сезіммен жігітке ұзақ қарады. Болатбек бол бір жігіттердің қатарынан еместі. Ол бойжеткеннің бойындағы алақұйын арпалыс сезімді бірден-ақ сезді. «Суретімді көрдің ғой. Сол қалпыма қайта келемін. Сосын қызметіме кірісемін», деді толқып. «Мына өзен жағалауы сізді іздейтін болады», деді Меңсұлу. «Жабығып жүргенімде жаныма жалау болған жағалауды қалай ұмытамын? Келіп тұрамын ғой». «Жағалауды табасыз-ау, ал мені ше?» Меңсұлу бұл ойын ашық айта алмады. Тұнжыр көзіне терең мұң ұялапты. Әуежайда Болатбектің қалта телефонына дың етіп хабарлама келіп түсті. Меңсұлу екен. «Аға, маған бір ғана сұлулық жетеді. Ол сіздің жан сұлулығыңыз». Болатбектің алабұртқан көңілі орнына түсіп көкке көтеріңкі күймен көтерілді.